Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі тақырыбымыз мойын омыртқасы. Бүгінгі сабақта мойын омыртқасының түрлерін, мойын омыртқасы атқаратын қызметтерін қамтитын боламыз. Мойын омыртқасы вертебра cervicalis. Сүтқоректілерде мойын омыртқалары жетеу болады. Бірінші мен екінші мойын омыртқаларының құрылысы басқа омыртқалардан ерекше келеді. Ірі қараның омыртқасы қысқа келген, денесінен жақсы көрінетін басы мен шұңқырынан, терең келген краниальды және де каудальды омыртқа ойықтарынан тұрады. Алдағы суретте мойын омыртқасы көрсетілген және де сандармен олардың құрылысы көрсетілген. Бірінші сан бойынша қылқанды өсінді, екінші санда омыртқа өзегі, үшінші төменгі буын ойдымы, төртінші жоғарғы буын ойдымы, бесінші омыртқа денесі, алтыншы көлденең өсінді, жетінші көлденең өсіндінің тесігі және де сегізінші қабырға өсіндісі көрсетілген болатын. Бірінші мойын омыртқасы ауыз омыртқа немесе атлант деп аталады. Сақина тәрізді болып келеді. Ол екі доғадан дорсальды және вентральды төмпектерінен тұрады. Алдағы суретте бірінші мойын омыртқасы атлант, екінші мойын омыртқасы эпистрофей, жетінші мойын омыртқасы және де арқа, бел, сегіз көз, құйымшақ көрсетілген. Жылқының мойын омыртқасының денесі созылыңқы, басы дөңес, шұңқыры ойыс келген. Жоталық өсіндісі өте нашар, ал вентральды қыры жақсы жетілген. Көлденең қабырға өсінділері краниальды, каудальды екіге бөлінген. Омыртқаның каудальды жағында екінші мойын омыртқасының тістік өсіндісімен байланысатын буын беті болады. Краниальды жағынан шүйде сүйегінен айдаршығымен байланысатын пішіні эллипс тәріздес краниальды буын шұңқырын ажыратады. Екінші мойын омыртқасы эпистрофей. Омыртқа басының орнында тіс немесе тістік өсінді орналасады. Оның екі жағында бірінші мойын омыртқасымен байланысатын буын беті болады. Жылқыда тістік өсіндісі жартылай цилиндрлі пішінді болып келеді. Ұшы өткірленген, буын беті өсіндіні жан-жағынан және де астынан көмкерілген, қыры жақсы жетілген, екіге бөлінген және каудальды буын өсінділері болады. Вентральды қыры өте жақсы дамыған. Жаңа айтып өткенімізде жануарларда 7 мойын омыртқасы бар. Біріншісі атлант. Кең сақина тәрізді, денесі өзгертілген. Доғасының сыртында вентральды бүкір жақсы жетілген. Дорсальды доғасы кең дөңестелген. Біліктік өсіндісінің орнында дорсальды бүкір орналасқан. Краниальды буын өсінділерінің орнында шүйде сүйегімен жалғасатын ойыс буын өсіндісі орналасқан. Көлденең өсіндісі кең горизонтальды орналасқан. Атлант қанаты деп аталады. Екінші мойын омыртқасы эпистрофей. Ең ұзын омыртқа болып табылады. Біліктік деп те аталады. Оның бойында атлант оңға, солға қозғалады. Үшінші, төртінші, бесінші мойын омыртқалары құрылысы жағынан ұқсас болып келеді. Куб тәрізді, денесі, басы, ойығы жақсы жетілген, ол мойынның жан-жаққа жақсы қозғалуын қамтамасыз етеді, өсінділері жақсы жетілген. Алтыншы мойын омыртқасы көлденең вентральды жағында жалы жоқ. Оның көлденең өсіндісі ерекше формалы, кең пластинка түрінде вентральды бағытталған. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.